Құрметті жамағат, Алла тағалаға сансыз мақтау айтайық, пайғамбарымызға салауат айтайық. Ең бірінші сіздерге мына келе жатқан Құрбан айт мерекесі құтты болсын, қабыл болсын. Шалатын құрмалдықтарымыз Алла тағала елімізге бірлік берсін, халқымызға татулық берсін, отанымызға тыныштық берсін. Енді бұл жыл біздің мұсылмандардың күнтізбесіне сәйкес 1447 жыл деп бекітілген. Біздер мұсылмандарда 12 ай болады. Ең бірінші айдың аты Мұхаррам, ең соңғы айдың аты Зулхиджа деп атады. Сондықтан да Зулхиджа айы келген кезде біздер екі нәрсеге қатты көңіл бөлеміз. Ең бірінші бұл үлкен бізде қажылық, құлшылық бар, қажылық деп аталады. Екіншісі құрмалдық шалу. Қажылға бармаған адамдар не қылады? Бұл айтқанда құрбандықтарын шалуды бастайды. Қажылықта да құрмалдық шалу о жерде болады. Енді бұл жыл біздің күнтізбеге сәйкес Құрбан айт Зулхиджа айының 10-ы, 11-і, 12-сіне сәйкес келу керек. Бұл жыл мамыр айының 27-сі, 28-і, 29-ына сәйкес келеді. Яғни 3 күн бойы біздер жылдағыдай осы Құрбан айтты Алла бұйырса қарсы алатын боламыз. Ал 26 мамыр Зулхиджа айының 9-шы күнге сәйкес келеді. Ол күнді біздер не дейміз? Арафа күні деп атаймыз. Ол күнде негізі адам баласының денсаулығы болатын болса, бір күн ораза ұстаған абзал болады. 26 мамыр күні пайғамбарымыз бір хадисте не дейді? Кім Арафа күні ораза ұстайтын болса, Алла тағаладан үміттенеміз, оның 2 жылдық күнәсін кешіреді деп үміттенеміз дейді. Сондықтан да ең бірінші халықты шақыратынымыз, денсаулық болса 26 күні ораза ұстайық бір күн, егер денсаулық болса. Екінші енді әрине Құрбан айттың басталуы немен басталады? 27 мамыр күні Құдай қаласа айт намазымен басталады. Павлодар облысы бойынша барлық мешіттерде айт намазы таңғы сағат 6-да оқылатын болады. Бұл дегені сағат 5:30-дан бастап уағыз айтылады, ал сағат 6:00-да Құдай қаласа Алла бұйырса барлық мешіттерде айт намазы оқылады. Демек, айт намазы оқылды ма? Айт намазы оқылып болған соң құрмалдықты шалуға болады. Яғни айт намазы оқымай құрмалдықты шалуға болмайды. Соны біз ескерткіміз келеді. Демек, құрмалдықты шалатын уақыты, құрбандықты шалатын уақыты айт намазынан кейін басталады. Сөйтіп 29 күні күн батпастан бұрын ол не қылады? Аяқталады. Сондықтан да осы 3 күндің ішінде құрмалдықты шалсақ жақсы болады. Ал енді ол құрбандық шалу кімдерге міндетті? Кімнің жағдайы болса зекет беруге, бұл айтқанда жағдай болған кісіге кірісі, мысалы шариғатта 85 грамм алтынмен өлшенеді, жағдай болатын адамдарға ол міндетті болып табылады, иншалла Құдай қаласа. Сондықтан да енді құрбандықты біздер 4 малдан шаламыз: қой, ешкі, қарамал және түйе жатады. Енді біздің облыста әрине 3-еуі қолданылады. Бұл қой 1 жаста болу керек, ал енді 6 жаста болатын болса ол семіз болу керек. Сосын ешкі 1 жаста болу керек. Қой мен ешкінің үкімі бірдей. Сосын қарамал 2 жастан жоғары болу керек, иншалла Құдай қаласа. Енді қойға 1 кісі дейді, ешкіге 1 кісі, ал енді қарамалға 7 кісі қосылып, соны құрбандыққа шалуға болады, иншалла Құдай қаласа. Енді оны таратқан кезде әрине біз енді шариғат бойынша үгіттейміз, насихаттаймыз. Оны 3-ке бөлген абзал болады. 1 бөлегін өзіне, 1 бөлегін мұқтаждарға, 1 бөлегін туған туысқандарға таратып берсе, нұрдың үстіне нұр болады, иншалла. Алайда бір кісілер барлық етін қалдырып кетем, жартысын қалдырып кетем дейтін болса, өз еріктері болып табылады. Сонымен қатар енді Құрбан айт күндері әрине бұл кешірімдік күндері, мейірбандық күндері болған соң, адам баласы ең бірінші бір-біріне туған туысқандар арасын қосу керек, бұл айтқанда айтшылауға шығу керек, үйдерді аралау керек. Сондықтан да біздің бас мүфтиміз, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас мүфти Хазірет Наурызбай Қажы Тағанұлы бұл жыл үндеу жасады. Құрбан айт ұлық мерекесі деген дәстүр бойынша біз тойлайық. Ең бірінші ұлттық болған нақышта, ұлттық болған өзіміздің бұл айтқанда спорт ойындарын не қылайық, жандандырайық. Сондықтан да біздің Павлодар қаласында Машһүр Жүсіп мешітінде 27 күні сағат 14:00-да әртүрлі рухани, мәдени болған, спорттық болған шаралар өткізілетін болады, иншалла Құдай қаласа. Енді аудандар өзінің жағдайына қарап оны жасай береді, Құдай қаласа. Сондықтан да бұл жыл міне енді айт 3 күнге созылады, Құдай қаласа. Енді жылда бізде айт өзгеріп отырады. Сіздер білесіздер, өйткені біздің күнтізбеміз бір орында тұрмайды, иншалла. Сондықтан да енді бұл жыл біздер
Павлодар қаласында сол өзіміздің үйренген ипподромда біздің мешіт ол жерде қызметін атқарады, бата беретін кісілер болады, сол жерде қызмет жасайтын біздің де мешіт қызметкерлері сол жерде болып, халыққа иншалла Құдай қаласа қызмет етіп отырамыз. Сонымен қатар еттерді жинаймыз, сосын Құдай қаласа не қыламыз, оны мұқтаждарға тарата бастаймыз. Енді бұнымен қатар мен айтқым келіп кеткені, құрбандық шалу бізде екі форматта болады. Жылдағыдай сіздер білесіздер, ең бірінші формат біз үйренген бұл онлайн форматы, сайт қосылды, құрбан 2026 деген сайты қосылды. Сол сайтқа кіріп, адам баласы қойдың немесе қарамалдың тапсырысын беруге болады. Сол жерде ақшасын төлеп, сосын біздер оған жылдағыдай не қыламыз, фото отчет, видео отчет өзінің жеке WhatsApp-ына жіберетін боламыз. Ол бізде қойылған. Сонымен қатар мұқтаждардың да тізімін сол жерден алуға болады. Ол жуырда ашылады, сол жерге тіркелуге болады, иншалла. Сонымен қатар енді офлайн болады. Ипподромда айттым, иншалла Құдай қаласа, ол жерде де бұл айтқанда кісілер өздері малдарын алып кеп, біз сол жерде қызмет көрсетеміз. Осы. Рахмет. Нурлан, что добавите? Давай. Сәлеметсіздер ме, құрметті брифингке қатысушылар. Осы жерде жолдас қажымыз нақты тоқталып өтті. Мен өз тарапынан айтатын болсам, енді біздің Қазақстан Республикасы зайырлы мемлекет, баршамыз әртүрлі дін өкілдері, бізде облысымызда, республикамызда 18 конфессия болса, біздің өңірімізде 12 конфессия өз ісіне әрекетін атып жатыр. Сондықтан барымызға біз бірдей қараймыз, барлығын жаңағы жағдай жасаймыз. Қайсы жаңағы мына ислам бағытында болса да осы жақта үкімет тарапынан көмектесіп жатады, христиан болса христиан, барлығына жағдай жасалып жатады. Сонымен қатар барлығымыз бірлікте, бейбітшілікте өмір сүруге шақырамыз. Осы тараптан жаңағы осыны пайдаланып, осы барша мұсылман қауымын осы құрбан айт мерекесімен құттықтаймын. Еліміз амандық, жұртымыз тыныш болсын. Осы қасиетті мерекемізде барлығы ойдағыдай өтуіне тілектеспін. Рахмет. Облыс халқының санитарлық саламаттылығын қамтамасыз ету және жаппай тамақтанудың пайда болуына жол бермеу мақсатында құрбан айт мерекесін атап өту барысында мынадай талаптарды сақтау қажет. Біріншіден, құрбандық шалу үшін жануарларды сату және сою ветеринариялық қызметтің ресми ветеринариялық санитариялық қорытындысын алған сою пункттері мен алаңдарында қағидалардың талаптарына сәйкес қалалар мен аудандарында алаңдар жүзеге асырылсын. Екіншіден, мал сою пункттерінде мал сою кезінде санитариялық эпидемиялық талаптарды қатаң сақтау, мал сою процесінде пайда болатын қалдықтарды уақытылы шығару, қызметкерлерде медициналық тексеруден болуы, қызметкерлердің жеке гигиена ережелерін қатаң сақтауы, жеке гигиена сақтау және санитариялық дезинфекциялық жұмыс режимін, сондай-ақ санитариялық эпидемияға қарсы және санитариялық профилактикалық іс-шараларды сақтау. Рахмет. Рахмет. Әріптестер, сұрақтарға көшейік. Павлодар қаласында подробында болады, ал өңір бойынша, енді жаңағы ақпарат жинап жатырмыз қала аудандарда, өңір бойынша облысымызда 14 орын бар. Қала аудандарда әрқайсысы өздері жүреді. Бұл жаңағы жеке кәсіпкерлер, шаруа қожалықтары осындай бөлінген. Павлодарда тек қана бір лагерь бар, басқа ресми түрде лагерь. Рахмет. Тағы сұрақтар? Әріптестер, еще вопрос, пожалуйста. Есть вопрос? Всегда практически вопрос, скажи, к вам можно для наших читателей об особой значимости этого праздника для мусульманского мира и вообще для всего религиозного и общественного? На русском языке. Да, на русском языке. Для наших читателей, пожалуйста. Я знаю, вы умеете. Иногда умею, иногда не получается, Алина.
Ну, в этом году у нас Курбан Байрам или Курбан Айт начинается, как мы сказали, 27 мая. По лунному календарю это совпадает на 10-й день. 10, 11, 12 дней, 3 дня у нас считается сами это не днем Курбан Айта. То есть в эти 3 дня человек должен сделать жертвоприношение. Да? Когда вообще мы говорим месяц Дзулхиджа, имеется в виду 2 вещи. Это первое паломничество, большое паломничество, и второе это Курбан Айт, это дни жертвоприношения. Поэтому человек, когда хочет сделать жертвоприношение, конечно, мы знаем, у нас должна быть богобоязненность. В первую очередь, когда делает человек жертвоприношение, он должен делать ради Аллаха, ради довольствия Аллаха, чтобы взять довольствие Аллаха, не ради каких-то своих целей, а первая цель должна быть, это не ради Аллаха. Поэтому мусульманин, первое, что он должен сделать, это читать праздничный намаз, который называется айт-намаз. В этом году мы поставили время айт-намаза, будет 6 часов утра. Иншаллах, во всех мечетях Павлодарской области айт-намаз будет читаться. После айт-намаза мы уже будем приступать не к жертвоприношению. До айт-намаза делать жертвоприношение, это не запрещается. Должно быть только после айт-намаза. Да? Потом она, как я сказал, продолжится 3 дня, до пятницы 29 до захода солнца. Поэтому в эти дни, конечно, значимость этого дня, Курбан Байрама, Курбан Айта, для мусульман она имеет очень большую значимость. Человек в эти дни должен помогать друг другу. Если кого-то ты обидел, то должен его простить или от него должен прощение простить. Как бы этот праздник сближает людей, сближает наших друг друга. Вот мы отмечаем праздник Навруз. Навруз это светский праздник, наш национальный праздник тоже, Курбан Байрам, Ураза Айт, это как бы религиозно, но она не отделяется от нашего общества. Наоборот, она как бы сближает нас всех друг к другу. Да? Поэтому мы, когда идем на айт-намаз, пророк саллаллаху всегда говорил, да, идите по одной улице, обратно с другой улицы ходите, возвращайтесь. Почему? Потому что логика в том, чтобы ты встретил много людей, чтобы поздравили друг друга, чтобы Аллах принял друг друга. Если кого-то обидел или что-то было, чтобы мы поприветствовали друг друга, да, не на нацию, на религию, деген сияқты. Поэтому это праздник как бы сближает нас друг к другу. Поэтому мы делаем это ради Аллаха. Конечно, Аллах видящий, слышащий, Он ни в чем и ни в ком Он не нуждается, а наоборот, это праздник должно нас объединять. Спасибо. Рахмет. Можно предложить владелец программында ресми түрде сол бір бекітілген. Демек басқа орындарда мал союға рұқсат жоқ. жоқ, ондай мен айтып отырған жоқпын. Әркім енді өзі мысалы жеке үйде, жеке үйде тұратын болса, әркім өзі сойып береді. Талап жоқ. Сонда сойып. Бірақ та анда жағдай жасалған. Бізде халық көп, кім қай жерде соя берсе, сол жерде барып жағдай жасалған. Сонымен қатар сол жерге жағдай жасалған. Кеше ғана біз қала әкімдігінде жиналыста болдық. Сонда арнайы өкілдерді жинап, жағдай жаңағы ЖКХ-сы бар, суын бәрін тасып береді, медицина, скорый бәрі жағдай тұрады. Мал да сол жерге барып әкеледі. Жағдай жасалған сол жерде. Соны айтам деген. Рахмет. Так, протесты Баба. Будут еще вопросы? Если нет вопросов, коллеги, всем рахмет. Аминь.